Кез келген бала үшін өзін біреудің, әсіресе ата-анасының жақсы көретінін сезіну маңызды. Мұнымен қатар, ата-ана тарапынан берілетін махаббаттың бала болашағы үшін орны ерекше. Бебі махаббаттың не екенін сезініп, біліп өскен бала ғана өзгелерді осы сезімге бөлейді. Мен саған сенемін. Бұл сөздер баланы жастайынан жауапкершілікті сезініп, жетістіктерге жетуіне жағдай жасайды. Өйткені оған қолдау көрсете білген жөн. Ақылдым деп айту, балаңыздың бойында белгілі бір қасиеттің көбірек болғанын қаласаңыз, назарын соған бағыттаңыз. Кез келген ата-ана баласының мейірімді, махаббатқа тола, әрі ақылды болып өскенін қалайды. Рахмет деп айтуы. Балаңыз ойыншықтарын жинап, үй тазалауға немесе басқа нәрселер жасауға көмектескен болса, бұл үшін міндетті түрде алғыс айтыңыз. Бастапқыда оның бұл жұмысты қаншалықты сапалы орындағаны маңызды емес. Кемшіліктерін кейін айтып үлгересіз. Бар болғаны осы сөзді есту арқылы бала сізге көмектескісі келіп тұратын болады. Мұнымен қатар, бала қарапайымдылық пен сыпайылық ережелеріне үйренеді. Сені сағындым деп айту. Бала үйде ата-анасымен қарым-қатынасы қандай екеніне қарамастан, жырақта жүргенде міндетті түрде оларды сағынады. Әсіресе бұрын соңды барып көрмеген жерде жүрсе, осы орайда өзі ғана емес, өзінде сағынатын адамдардың бар екенін білу маңызды. Сенің бар болғаныңа қуаныштымыз деп айту. Көп жағдайда ата-ана баласы оны айтпай-ақ біледі деп ойлайды. Алайда дыбыстап айтсаңыз, ол баланың жанына жағып таңғалады. Сенің барыңа қуаныштымыз, немесе дәл сендей баланы армандағанбыз деген секілді сөздерді балаға күнде айтып отыру керек. Бұл сөздерді айтқан кезде өзіңіз де шынымен бақытты екеніңізді сезінесіз. Балаңыз бұл кезде осы отбасыға және өмірге кездейсоқ келмегендігіне қуанады. Бұл сөздер оған күш береді. Ондай сөздер арқылы бала өзіне сенімді бола түседі.